Дейлік сіз тұрдыңызда күрес дей бердім ғой, енді күрес маған жақын болғаннан кейін. Күреске бардыңыз, бірақ аптасына 3 күн ғой сізде жаттығу, аптасына 3 күн. Немесе жаңа стретчингке бардыңыз, аптасына 3 күн ғой сізде жаттығу. Бірақ менің миымдағы нейрондар, жаңағы А нейроны, Б нейроны, С нейроны, сол күреске қатысты нейрондар күнде жұмыс істесе жақсы. Енді ол тек залға барып, жаттығу жасағанда ғана жұмыс істемейді ол нейрондар. Ол нейрондар жай сол туралы ойласаңыз уже жұмыс істейді. Яғни, естеріңізде болса, осыдан бұрынғы бір подкастта, білмеймін, алғашқы подкасттарда біз әдеттің формуласын түсіндірген кезде айтқан едік, А нейроны бар, Б нейроны бар. Енді осы екі нейрон арасында қайтадан синапстар арқылы жаңа бір байланыс орнатып жатырмыз. Бастапқыда өте әлсіз болады. Өте әлсіз, жаңағы аяғың дұрыс емес тұрып қалады, қолыңды дұрыс емес тұрып қаласың, бір ыңғайсыз құлап қаласың, бір нәрсе боласың. Бірақ уақыт өте келе ана екі нейрон арасындағы көп ақпарат жүрген сайын синапстар бірігеді, сыртына миелин қабықшасы жабылады да, енді бұл бізге әдетке айналды. Миымыздағы структура бойынша бұл әдетке айналды.